Außer Pro. Bunu ben katılım. Біздің дауысымыз естіліп тұр ғой, иә? Болды, жақсы, онда бастай береміз. Бастай берейік. Құрметті ауыл тұрғындары, құрметті қонақтар, қоғамдық тыңдауға қатысушылар, бұл енді қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде өзім, Ақтоғай ауылдық округі әкімі Әділбек Қарағандиұлы. Бұл қоғамдық тыңдаудың тақырыбы жауапкершілігі шектеулі серіктестік пен мұнай экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттарды түзету бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдау, күн тәртібінде қоғамдық тыңдаулар жүргізу Қазақстан Республикасы экологиялық, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 3 тамызда нөмір 266 бұйрығына сәйкес өткізіледі. Регламентті бекітуіміз керек. Енді баяндама оны өткіземіз. Сұрақ жауап болуы Кешірерсіздер. Дауысым естіліп тұр ма екен? естіліп тұр, иә. Мына халықты залды көрсетіп жібересіздер ма? Жиналған жұртшылық Ақтоғай елді мекенінің халқы ма екен? Мына неде құзырлы органдардан кімдер бар екен? Департамент экология, СЭС. Онлайн қатысып отыр. Көріп тұрған жоқпын департамент. Қайсысы? Онлайн қатысушылардың ішінде қандай органдар бар екен? Білесіздер ма? Департамент экология мен СЭС-қа ескертіп айтарсыздар. Менің даусым естілді ма екен? Естіліп тұр, иә, сіз дауыс. Департамент пен СЭС-ке ескертіп айтарсыздар. Ескертілді оларға. Төраға ат жөні кім? Естілмей алып бізге жаңа. Қабиден Марат Әлімжанұлы. Хорошо. Ол регламент бекітілді. Бүгінгі жиналыстан қатысушысын сайлауы керек. Бүгінгі жиналыстың қоғамдық қатысушысы Әділбек. Естілсіздер. Жобалық мекемеден болған. Аты жөнім Әділбек Асқаров. Ойылсы қатысушы тағайындалды. Әрі қарай қоғамдық тыңдау регламентіне сай жоспарлы тыңдау өткізейік. Жұртшылық мұнайлар өкілдері 2025-2023 жылдарға арналған мұнай жауапкершілігі шектеулі экологиялық рұқсат алуға арналған жобалық құжаттары бойынша Қазпиарко жауапкершілігі шектеулі өкілдері баяндама ұсынып отыр. 2025 есімі мақсат болады. Мұхаммад мақсат осы кәттері мекемесінің күні тегеуді баяндаушы болып келеді. 2025-2033 жылдарға арналған мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестік экологиялық алуға арналған жобалық құжаттар бойынша қоғамдық тыңдау. Енді экологиялық кодекс бойынша 96 бабы қоғамдық тыңдаулар туралы өткізу. Мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Және де мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары сәйкес өткізіледі. Осы қоғамдық тыңдаулар өткізер алдында алдын ала бұқаралық ақпарат құралдарына хабарлама берілді. Яғни жергілікті ақпарат құралдары ресми факт құралдары
апарған жол белгілі. Келісімшарттық аумақтық орналасуы. Әкімшілік жағынан кен орны Атырау облысы Жылыой ауданының құрамына кіреді. Және Атырау қаласының солтүстік шығысқа қарай 290 шақырым жерде орналасқан. Ең жақын теміржол станциялары мен мұнай кен орындары Бастау мен Бақар, сәйкесінше батысқа қарай 113 және 97 шақырым жерде орналасқан. Орысқазған кен орны солтүстікке қарай 45 шақырым жерде орналасқан. Солтүстік батысқа қарай 20 шақырым жерде Кенбай кен орналасқан. Оңтүстік шығыста 46 мен 46 мұнай кен орны орналасқан. Жыланқабақ кен орнынан ең жақын елді мекені оңтүстікке қарай 27 шақырым жерде орналасқан Истоғай ауылы. Кен орны байланысты автокөлікпен қара жолдармен жүзеге асырылады. Мінекей Жыланқабақ кен орнынан жақын орналасқан елді мекен орналасу карта схемасы. Мінекей жаңағы кен орны, мінекей жаңағы Истоғай ауылы, яғни арасы 27 шақырым. Жыланқабақ кен орнынан ең жақын су объектісінің орналасу карта схемасы. Яғни Ембі өзені, мінекей кен орны және шақырым жерінде. Келесі бұл жерде Жыланқабақ кен орнынан Каспий теңізінің орналасу карта схемасы. Арасы 150 шақырым жер. Кен орны осы 2025-2030 жылдарға арналған Z мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі экологиялық алуға арналған жобалық құжаттар тобына келесі жобалар жатады. 2025-2030 жылдарға етілген шығарылатын нормативтер жобасы, 2025-2030 жылдарға қалдықтарды басқару бағдарламасы, 2025-2030 жылдарға еңбек экологиялық бақылау бағдарламасы және 2025-2030 жылдарға қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар жоспары. Қоғамдық тыңдау өткізудің негізгі себебі Жылыой ауданындағы Жыланқабақ кен орындары құймаларды күрделі жөндеу жобасы. Жоба шеңберінде барлығы 34 пайдалану ұңғымасына күрделі жөндеу жүргізу қарастырылған. Оның ішінде 15 ұңғыма 2025 жылы және 19 ұңғыма 2026 жылы. Әрбір күрделі жөндеу операциясы орта есеппен 6 тәулікке созылады. Жұмыстар кезекпен жылжымалы күтулі ғимараттарын пайдалану арқылы және тұрақты инфрақұрылым салмай жүзеге асырылады. Қосымша жер бөлу талап етілмейді. Жыланқабақ ауданында 2024 жылы ластаушы заттар шығарындыларының 12 көзі анықталды. Олардың 7-еуі ұйымдастырылған, 5-еуі ұйымдастырылмаған. Атмосфераға 18 атаудағы және 4 жиынтық топтағы заттар шығарылады. Естелік деректермен аспаптық өлшеу нәтижелеріне сәйкес 2024 жылға арналған ластаушы заттар шығарындыларының саны жалпы кәсіпорын бойынша жылына 10,84 тонна құрайды. Оның ішінде қатты жылына 4,13 тонна және газ тәрізді және сұйық жылына 10,70 тонна. Ұңғымаларды күрделі жөндеу кезінде автосанарлық көздер бөлінді. Оның ішінде бір ұңғымаға 4 ұйымдастырылған және 2 ұйымдастырылмаған көздері. Атмосфераға 13 атаударды ластаушы заттар шығарылады. Яғни бір ұңғыма 4,2 тонна, 2025 жылы 15 ұңғымадан 7,77 тонна, 2026 жылы 19 ұңғымадан 9,185 тонна. Онда барлығы 2022 жылдың аралығында 17,63 тонна шығарылады. Бұл жаңағы ластаушы, атмосфераға ластаушы заттардың шығарылатын көздері карта схема, яғни 12 атау. Мұнай газ ұңғымалары объектілерінде мұнай газ ұңғымалары объектілерінде күрделі жөндеу кезінде атмосфералық ауаны ласталуы келесі көздерден туындайды. Дизель отынының жану өнімдері, яғни дизель генераторлар, дизель электростанциялары, арнайы техника мен автокөліктерден бөлінетін шығарындылар. Технологиялық жабдықтардан бөлінетін жеңіл көміртектер фракциялар. Бұл жабдықтар жаңағы сорғылар, жаңағы материалдарын сақтауға арналған ыдыстар,
экологиялық құндылықтар және тағы да басқа. Атмосфераға шығарылатын ластауыш заттардың тізбесі 2 және 3 валентті темір оксидтері, марганец және оның қосындылары, 4 валентті азот оксиді, 2 валентті азот оксиді, күйе, күкірт диоксиді, күкіртсутек, көміртек оксиді, хлорлы газ тәріздес қосындылар, бензопирен, 3-4 бензопирен, формальдегид, керосин және алкандар, яғни парапарин көміртектер. 2026 дәл сол анықтаушы заттар онда осы қосылым қолданыстары атмосфераға шығарылған ластаушы заттардың тізбесі. Жалпы 2 жыл аралығында бар. Қалдықтарды жинақтаудың жоспарланған көлемдерінің жиынтық кестесі және омарларды жөндеу кеңейтілуінде. Мұнай шламы, байланған май сіңген шүберек пен қолғаптар, құрылыс қалдықтары, металл сынықтары, қатты тұрмыстық қалдықтар және дәнекерлеу қалдықтары. Және 2025 жылы 15 мамандар 282,7 тонна, және 2026 жылы 19 мамандар 357,29 тонна шығарылады. Қолданыстағы қалдықтар жинақтау лимиттері 2025 және 2033 жылғы аралығына қап тұрмыстық қалдықтары Лангабақ кен орны бойынша 3 тонна жылы. Сумен жабдықтау бойынша жобаланған жұмыстар ауданында кіші су көздері жоқ, ауыз су және тұрмыстық қажеттіліктер үшін техникалық және өртке қарсы мақсаттар үшін сумен жабдықтау фотоцистерналармен және интернеттің бөтелкелерді сумен жүзеге асырылады. Арнайы су пайдалану қарастырылмаған. Су бұру, ағынды сулар арнайы қыстарға жіберіледі, жинақталуына қарай сорылады және келісімшартқа сәйкес мердігер ұйым әкетеді. Жер үсті, жер асты суларына және жер бедеріне су ағызу жоспарланбайды. 2025-2033 жылдар аралығына арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шара жоспар. Өндірістік жұмыстар жүргізілу кезінде пайдаланылған сулар мен ластанған ағынды суларды жинау және тазалау іс-шараларын орындау. Технологиялық тәртіпті қатаң сақтау, жабдықтардың апаттық тоқтауын азайту. Лай тұндырғыштар мен сүзгіш құрылғыларын орнату, жер үсті және жер асты сулармен мониторингтеу, өндірістік шығарындыларды мониторингтеу бағдарламасын іске асыру. Арнайы техника мен автокөліктен жанар-жағармай материалдарының жерге төгілуін жол бермеу, жұмыс жүргізілетін аумақта өсіп тұрған өсімдіктерді мақсатсыз жоюға жол бермеу бойынша бақылау, персоналды жануарларды ауруға және ауырмен жорғалаушыларды мақсатсыз жоюға жол бермеу жөнінде нұсқама өткізу, өндірістік экологиялық бақылау жүргізу, қызметкерлердің экологиялық талаптарға сәйкес білім деңгейін арттыру және жалпы аумақты көгалдандыру. Назар аударыңыздар. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар? Ұсыныстарыңыз? Микрофон, если кереңіз қоя? Қайырлы күн. Ведомство экология и коммуникация комиссиясы төрағасы қатысып жүрміз. Енді мынау Жанғабақ кен орны бұрын мұнайдың кен жұмыс жасады. Сіздер білетін шығарсыздар. Мұнайдың кен деген 5 жылдай осы жерде жұмыс жасаған.
оның қиналымдары бұрын Сарқаласында одан кейін өтпегесін ұшып Португалияға кетті. Бірақ мен ойлаушы едім, территория негізі Ақтөбеге келеді. Ақтөбеге қашан келеді екен деп, сонымен кейін Ақтөбеге шығып кетті. Қазіргі уақытта Жыланқабат кезінде ең жақын мамандар Ақтөбеге келмейді, Ақтөбе ауылы. Енді мен мына жерде бір сұрақ берейін дегенмін, Жолдыбай кен орны ол қосымша тағы бар ма, ол кен орны сіздерге? Ішінде сіздер үшін Жолдыбай кен орны. Толық келейміз. Иә. Бізде қазір бұл жоба Жыланқабат және Жолдыбай кен орнын деген жоба. Бізде жаңағы бір мұнай компаниясында екі кен орын бар, бірі Жыланқабат, Жолдыбай кен орны. Қазіргі қоғам қызмет мақсаты, жаңағы жобаның жобасын сақтау мақсаты бұл Жыланқабат кен орнын жаңағы қайта игеруді сақтау ұсталуында. Екі жол жаңағы Жыланқабат Бірақ Жолдыбай кен орны қосымша аласыздар ма болашақта? Иә, алдағы уақытта біздің жобаларымыз бар. Оған бөлек проект болады ғой. Иә, оған бөлек. Проектпен нормативтер жобасының ішінде Жолдыбай кен орны көрсетілген. Ал бірақ сіздің проектіңіз Жыланқабатқа келіп тұр. Ал ол негізі кірмеу керек. Жолдыбайға бөлек салу керек. Қазір біздер жобаланып, алдағы уақытта. Жобаланса, алдағы уақытта Жолдыбайдың тағы келесіздер. Солай ма? Иә. Мен түсініп солай. Жолдыбайдың басқаша норматив жобасын да басқа облыстар соны істейсіздер. Кейде сіздің облысыңыз бітпей. Осы жерде ең бірінші сұрағым, сіздер қалыпқа келе жатырсыздар. Бұл енді не себепті қоғамдық тыңдауды осы уақытта өткізіп жатыр? Біздің президентіміздің өзі халықпен ашықтық жариялық керек деді. Осы уақытқа кеңес үкіметі кезінде біздер көзімізді жұмдық. Қазіргі уақытта демократия, халықтың көзі ашылды, қоғамдық тыңдау халыққа беретін зиян бар ма? Я инвесторға біз қарсылығымыз жоқ. Инвестиция біздің экономикамызды дамытады, және жұмыс орындары ашылады. Біз болашақты жақсы көру солай бір сипаттаймыз, болашағымыз жарқын болу керек деген сияқты. Бірақ та бұл жерде біріншісі жақсы емес қой, экологсыз. Экологияның ең бірінші қандай зияны барын сіз жақсы білесіз. Ал біз қаншама өткізіп жатырмыз шынымен де тыңдауда. Бірақ оның зардабын тартылған жағдайлары бар. Енді мына сізге айтар мана сөзім ауысып кетті. Алдыңғы ауыста басшылар кешікті, сол себепті біз тоқтатып беріп барамыз. Дұрыс шешім болды. Сіздерде ең бірінші мақсат жұмыс жасарда ойлы халықпен дұрыс уақытында сіздер байланыста болсаңыздар, дұрыс қатынас болса деп сұраймыз. Сол себепті ауысымыз өтпеді. Ауыз кетеді, бірақ енді алдағы уақытта тағы ауысымыз тағып келетін шығар шатқасып жүрген. Енді мына нені бағанағы Жолдыбай кен орнын айтпақшы, оған бөлек деген сияқты. Жолдыбай кен орны қазір бұл неге Қатысым жоқ. Оны проекті де басқарып алу мүмкін. бөлек жоба жасау. Каспий бағытында? Жоқ. Енді мына 2024 жылы депті мана ластаушы шығармын көздері шықты дейді. Сіз 24 жылда жұмыс жасадыңыздар осында? Бұл ластаушы шығармын қайдан шықты? Проектный Былай бұл сіз дұрыс айтасыз, алдында мұнайлы мекен деген мекеме болған. 2020 жылы соттың шешімімен ол банкрот болып танылған. Бірақ 5 жыл жұмыс жасап 2020 енді ол басқа мекеме ғой. Бірақ Каспий қоры 2024-тің аяғында мұнайлы мекен банкрот болып танылғаннан кейін қарыз есебінде Зетмұнайға контракт территориясы өтті. Ол қабылдау биыл майда бітті, қабылдау. Соны қабылдап алды. Қазіргі таңда әр жылы сіз айтқан месторождениеға бөлек проект разработка жасалады. Бөлек отдельный проект разработкалар. Өткенде де келіп кеттік, бірақ енді бір нелер болып қалды, жұмыс үлгермеді. Жолда бір нелер алды, соны уақытты жете алмады, 45 минут кешік келді, кешіресіз.
бірақ келдік. Енді былай, бұл жаңа мекеме, ол мұнай мекеме, кеткен жаңа мекеме, 100% қазақстандық мекеме. Екі отдельный проект разработка дайындалып отыр. Біріншісі, Жыланқабат бойынша, жоқ, ровно емес, проект разработка, кәдімгі проект разработка. Біріншісі, проект разработка ертең скринингтен өтті, алош жасау керек дегенді, ол кеше үшінде емес, біз 6-сына ма 7-сіне күні алдық, что алош жасалу керек деп. Ол алдын ала тыңдау қойған ғой, просто біз енді оның алосын разрабатывать етіп жатыр, оған отдельно халықтың тыңдауына тағы забивать етіп қойды, оның ішінде декабрьде болады, Құдай қаласа. Оған да келесі. Ол болады. Енді қараңыз, бұрында бұл жоба, мысалға бұл рамках бұл разрешение бар да бізде, мұнай мекеме бізге артымызға мекемен бірге өткен рұқсат бар. Бірақ бұл рұқсатта бізге не қарастырылмай қалған кезінде, енді месторождениені эксплуатировать ету біз скважиналар деген қазір тұр ғой. Скважиналардың бәріне оларға ремонт жасауымыз керек. Ол консервацияға қойылмайды, оны запуск жасаймыз, разработка жасап ол тұр. Месторождение бәрі тоқтатылды тұр. Месторождение. Күйі нашар ма? Оның бәрі кәсіпкерлерге көрсетеміз, қалай болатынын. Бармасақ та оның бәрі қалай болатынын қазір айтып түсіндіреміз. Бірінші слайдтан басқа. Біз тек қазіргі неде, осы алдыңғы разрешениеға қосымша мына Жыланқабаттың месторождение скважиналарын ремонттауымыз керек та, соған ремонтқа дополнительный источниктер қосып жатыр. Агрегат монтировщик бар ғой, скважиналардың ремонтын бастай беру үшін. Біз бәрі заңды қосып, бәрі заңды жолға келе жатыр. Сонда 20-те 15 сот бар, осы скважина ремонт. Пока нелерді проект разработчылар толық шықпағанша, скважиналарды ремонттап, жөндеп, халыққа келтіріп қойғымыз келіп отыр. Маған шай. Міне, жаңа айтқандай, міне, дополнение номер 10-пен біз 2024-тің аяғында мұнай мекеннен Зетмұнайға өтті декабрьде. Содан ары қарай енді ол контрактпен тек недропользование өтті ғой, ары қарай осы биыл майға дейін бүкіл несін өткізіп біттік. Мынау біз қабылдап алған кездегі түрі месторождениедегі объектінің Мұнай дайындайтын участок. Мынау артқан бәрін аламыз. Мынау банкрот болды, тоқтап қалды ғой. Банкрот болғасына қарай кетіп. Мынау жататын жерлерінің сол біз қабылдап алған кездегі жай түрі көрсеңіздер. Мынау сондай, дәл сондай столовыйлар, басқалар түрлерін көріп отырсыз, қандай болған. Енді біз алғаннан бері Жыланқабат кен орнына игеру жобасын дайындап жатырмыз. Кен орнын жайластыру жобасын әзірлеп жатырмыз, жаңадан жайластыру үшін. Кен орнын вақтау ғимаратын жөндеуден өтті уже. Жаңа асханамен кіру ғимараттар болды. Міне, көресіздер. Мынау біздің пландап отқан новыйдан жаңадан осындай схема жасалып, месторождениені жаңадан жайластырып шығарамыз дұрыстап. Бәрі жаңадан жасалады. Міне, қазіргі таңда уже біз столовыйды, жатақханаларын ремонттан өткізіп, міне, мынандай жағдайға жеткізіп қойдық. Өйткені ең бірінші өзіңіз жаңағыда айтқандай біз өзіміздің жұмысшылардың жағдайын жасауымыз керек. Ертең жұмыс жасаған кезде бастапқы жататын жерлері бұрынғыны ремонттап Расширение күйтіп жатырмыз. Жаңадан міне қарап отырсыздар, қандай жағдай жасап қойып отырғанымызда жұмысшыларға ең бірінші өзіміздің жұмысшыларды, өзіміздің жерлестеріміз болғандықтан солар жағдай дұрыс болсын деп бәрін осылай жаңадан бірінші жұмысшылардың жағдайын жасаудан бастап отыр. Мынау столовый, жаңадан столовый алып келіп қазір сонда жұмыс бастап кеттіңіз. Жұмыс бастағанда біз тазалаумен айналысып жатырмыз. Вахтовый поселогымыз жасап жатыр. Қазіргі таңда мысалға бізге біз контрактын алғанда контракт бойынша қосымша өзімізге кредит алдық. Біз 3 жылдың ішінде $3 миллион ақш долларын инвестиция жасауға месторождениеға.
Сонымен қатар бізге біздің келісімшарт бойынша не қалған, біз алдындағы жұмысшылардың бәрін, мұнайлы мекеннің жұмысшылардың бәрін өзіміздің штатқа алдық, бәрін толықтай алдық. 18 адам жұмысшылары болды олардың. Бәрі без содержанияда жүр. Уақытша. Біз олардың бәрін қазір жұмысқа қосып, айлықтарын беріп, қосымша 30 адам бар, соның 30-ы Атырау облысының халқы. Соның біз халықтың бәрін через кезет арқылы, не арқылы, акиматтар арқылы алып жатыр. Одан бөлек енді WhatsApp орталығынан алу керек. сондай орталығынан меморандум болу қазір аз қой сіздерде жұмыс, бірақ та болашақта осы ауылдан алып Біздер мына қазір капремонтқа да жұмыс табылады ғой негізі. енді соны бастау үшін бізге бірінші проектін өткізу керек. Жоқ, сіздер келгенде негізі жоспар ұсыныспен осы жерге келгеннен кейін негізі сіздер айтасыз, біздің жұмысымыз басталған жоқ дейсіздер, бірақ ұсыныс берген жақсы да халықтың жұмыссыздық көбейіп жатыр. Әкім де айтатын шығар, осы ауылдық жерлердің балдары жұмыс қазір. Одан бөлек біз деген мұнайлы мекеннің 5-6 кезеңдегі кредит топтарының алдында бүкіл қарыз жабылды. Оның ішінде жұмысшылардың қанша жылы айлығы бар, соның бәрі жабылып, нөлмен-нөл шығарып отырып, осылай қарағанда біз енді қазір тек керегі осыны бүгін общественность жөнінде сіздердің қолдауларыңызды алып шықса, ары қарай Кенбай жақтан айттыңыз ғой, мына Кенбайға сонда сіздер егер жұмыстарыңыздың бағана жұмыс Кенбай жақпен кеткен сонда жол солай. Жол қатынасы Кенбай жақпен кетеді. Акистоға қатысы болмайды, ешқандай. қатысы болмағанда ол жол ол енді одан кейін енді Негізгі жол сол жақта. Добыча шықса, жолымыз Сол жақтан бар. Кетеді, Солай тасымалдайсыздар, Добыча. Акистоға қатысы болмайды. Мен бұл жерде нені айтайын тұрмын. Сіздердің манағы жұмыс ортасындағы манағы жол, қандай жолмен кетеді. Сіздерде кен орны, мысалға, өздеріне арнайы не жасап, стратегия жасау. енді бұл мекеме бұрыннан болған мекеме бұл. Білесіз, бұрыннан болған өзінің автокредер жолы бар. Өзінің жолы бар. Өзінің основной жолдан жасалған. Біз ол жолдың бәрін нелерден өткеннен кейін жүздейміз ғой. Тегістер, бәрі жұмыс жүрген. жолы бар. Оның бәрі қарастырылып, мен сізге жаңа көрсеттім ғой. Біз проект обустройства месторождения бәрін разрабатывать. Бар. Қанша Ол жерде бізге қатысты сол жерде бір 2-3 қожалық бар. Неге? Жылойға қарайды. Сол келесі тыңдалымдарға сол қожалықтар қатысу керек негізі. Олардың да айтатын, ол жерде мал жайылымдықтар бар. Соны әкімімізге ескертіп жатқан. Жақын сол жердегі олар енді шұқпар тоғайдың нелері болар. Негізі себебі ол шұқпар тоғайға қожалықтар. Олардың да айтатын пікірі бар ма? Көмек сұрау мүмкін кейбір жерлерде. Стақтан тағырымен көшу, мал жайылымдыққа әсері бар ма жоқ па деген сияқты негізі оларда қатысқаны жөн. Сіздердің ұсынысыңыз бәрі қабылданады. Олар біз ол кісілермен байланыстамыз, бір-бірін білеміз, сол адамдардың барып соғып жағдайлар. Енді 24-те манаған нормативтерді немен бойынша ұстанымыздар беріңіз. Қазір әзірше лимитті көрсетіп қойдыңыздар. Мен қорғау іс-шарасынан енді болашақта манағы жолдың шаң болмауы, жайылымдықты бүлдірмеуі, оған су шашылу керек екендігі, ол енді КПМ-ға кіретін нәрселер ғой. Жаңа проектілерде қарастырылады. Соның бәрі анықтардың жұмысын салу керек деп ойлаймын. Әзірге бар ғой, әзіргенен сол сіздер қамтарыңызға, территорияларыңызға егер жасамасаңыз да жақын аймақ
бірінші сол негізгі көреміз. Бірде бір дау жоқ өйткені кинолықта. Қазіргі таңда. Ана көрдіңіз ғой, соған қандай жағдайда қалдырған. Просто ол жерде бүлдіріп кеткен нәрсені бізде мына жақта айтылып келе жатыр ғой, мысалы консервацияға тастағаннан кейін мен келдім ғой тазалауға, осы жерді алып игеру үшін, халыққа бір нәрсе беру үшін деп айтады. Біздер бергіміз келмей сипаттаймыз, ашынуға май ағылып төгіліп залға шашылып жатқан нәрсені жасау үшін келдім мен. Сол кезде біз айтамыз, амал жоқ қой енді беру керек. Шынында солай. Бірақ енді жұмыс тоқтап тұрған нәрсені қосқымыз келіп отыр. Осы регионға бюджетке инвестиция бізде ауданға құйылу керек. Сіздердің қазір қайда тіркеу тұр? Нелеріміз Атырау облысына. Енді біз ауданға инвестициямыз ауданға өтіргенбіз. Болашақта өзіміздің ауданымызға құйылса, ана әлеуметтік жағдайымызға көмектесуге мол ықпалын береді. Соның ішінде өзімізге жақын оның бәрін жақсы білесіздер ғой. Мен сондықтан алпауыт мекемеліктен алып ауылында достық деген достығы бар. Бізде 300 мекеме бар. Біреуі Тасинат, біреуі Ескек, біреуі Қоппен аурухана сондай бюджет мекемелері ғой. Оларды санаулы адамдар алынды. Сосын енді бір арқылдай 10 түйір адамды жылына бір рет қана мансап әкімнің естігенен сұрауымен Қоптан әжібек сұрауымен әр кеткен 20 адам, онда әйелден ер заңы 100 мың теңге зарплата, 100 мың теңге зарплатамен кәсіпкер аламыз. Бір киімінің бір тоқсан киімін дикіре алатын, былай қарағанда біздің. Енді күні тоқсан қалыпсыздар. Мен сіздерге айтар едім, барынша менің қалыпыма құлап. Жұмыс болсаң жұмысты тауға. Ер азаматтарымыз көп қазір. Енді бұрында 100 мың теңге дегенді. Мен теңгеден қой ақша нешті. Кәдімгі әкімнің өзі отыр, 100 мың теңгені мансаптан кәдімгі талатып барып кіреміз жұмысқа. Содан басында жетпей қалады бізге. 100 мың теңге olur. Мысалы мен осы ауылдың тұрғыны болғанменен мен Құттайда болсам тілім тәтті қалыпқа кеткен тұрғын барса ауданына барып кіремін. Осы ауылда тұрғанмен ауданның бір мекемесіне барып қыстырып кіремін. Бір адам болса ауылға жұмысқа кетсін. Өйткені неге біздің ауылдың халқының жағдайы нашарлап кететін сол бәрін білген жақсы емес. Сосын біздерде мына ауданнан өте алып мекен, алып аудан бізде ауыл оқып мен алып әкеліп соған бізде білесіңдер біздің